Сәлем, каналға қош келдіңіздер. Ең қызықты сәттерге толы студенттік өмір жайлы топ 10 дорамалар тізімімен таныс болыңыздар. 10-шы еңсеңді көтер дорамасы. Басты рөлдерді Хан Джи Хён, Пе Ин Хёк және Ким Хё Джин сомдайды. Басты кейіпкер До Хи Кёнхи университетінде оқитын еңбекқор қыз. Отбасының қаржылық жағдайы төмен болғандықтан әртүрлі жұмыстарды істейді. Ол ақша үшін университеттегі Тея қолдау тобына қосылады және оның жетекшісімен танысады. 9-шы полиция курсанттары дорамасы. Басты рөлдерді Кан Даниэль мен Чхве Субин сомдайды. Ви Сун Хён элиталық Корея ұлттық полиция университетінің 1-ші курс студенті, мектепті үздік бітірген. Әкесінің ізін қуған Сун Хён университетте мінезі ашық Го Ун Ганды кездестіреді. Дорама полициялық академияның қиындықтары мен шын достықты көрсетеді. 8-ші бәйшешек дорамасы. Басты рөлдерді Чон Хиин мен Ким Джису сомдайды. Дорама 1987 жылы Хосу қыздар жатақханасында тұратын студенттердің өмірін көрсетеді. 207-ші бөлмеде тұратын Ын Йонро Германиядан жақында келген жұмбақ Сухоны кездестіреді. Алайда бірнеше күннен кейін Сухо қыздар жатақханасынан жараланған күйде табылады. 7-ші қайтадан 20 дорамасы. Басты рөлдерді Ли Санюн мен Чхве Джою сомдайды. Биші болуды армандаған 39 жастағы Ханура колледжге түскісі келеді. 19 жасында Ким Учхоли кездестіріп балалы болған Нора оқудан көрі отбасын бірінші орынға қойған. Ча Хен Сок театр өнерінен сабақ беретін оқушы, әрі Нора оның алғашқы махаббаты. 6-шы сіз Брамсты жақсы көресіз бе дорамасы. Басты рөлдерді Ким Мин Дже мен Пак Ын Бин сомдайды. Дорама музыкалық колледждің студенттері жайлы. 6 жасынан пианино аспабында ойнайтын Пак Джуньон әлемдік жарыстардың жеңімпазы. Ал Чхве Сона скрипка аспабында ойнайтын жоғары курстың студенті. Өз курстастарынан 7 жасқа үлкен Сона бірінші оқуын бизнес саласы бойынша бітірген. 5-ші көңілдің пернесі дорамасы. Басты рөлдерді Чон Ин Хва мен Пак Шин Хе сомдайды. 21 жастағы Ли Гивон бай отбасынан шыққан ақылдары талантты қыз. Өнер университетінде оқитын Гивонның мамандығы дәстүрлі аспаптарда ойнау. Ал Ли Шин 21 жастағы қалалық, мінезі суық жігіт. Ол заманауи музыка мамандығында оқиды, әрі өз тобының лидері. 4-ші қақпандағы ірімшік дорамасы. Басты рөлдерді Пак Хе Джин мен Ким Го Ун сомдайды. Университетте оқитын Хан Соль өзінің қатарластарынан еш айырмашылығы жоқ қарапайым қыз. Ал керісінше Ю Чон университетке танымал, сымбатты жігіт. Бір көргенде мейірімді көрінетін Ю Чонның мінезі басқаша екенін Хан Соль байқайды. 3-ші жастықтың дәуірі дорамасы. Басты рөлдерді Пак Ын Бин, Пак Хе Су, Ри Хва Йон, Хан Ири және Хан Сын Йон сомдайды. Университетте оқитын 5 қыз жатақхананың бір бөлмесінде тұрады. 1-ші курсқа түскен ұяң мінезді Юн Дже бастапқыда көршілермен тіл табыса алмайды. Бұл дорамада әр студент қыздың тағдырлары жеке көрсетілген. 2-ші менің айдиім Каннам сұлуы дорамасы. Басты рөлдерді Ча Ыну мен Им Сухян сомдайды. Мектеп кезінде сыныптастары түр әлпетін мазақ қылғаны үшін яң болып өскен Канмире өз келбетін өзгерту үшін пластикалық ота жасайды. Жоғары оқу орнына түскен Канмирені барлығы Каннам сұлуы деп атайды. Ал До Кён Сок түр келбетке қарағанда ішкі жан дүниеге басты мән беретін келбетті жігіт. 1-ші ауыр атлетика перизаты Ким Бок Чу дорамасы. Басты рөлдерді Нам Джу Хёк пен Ли Сон Гён сомдайды. Ауыр атлетикамен айналысатын 20 жасар Ким Бок Чу бала кезінен керемет күшке ие. Тез ашуланатын мінезімен қатар ақ көңіл әрі тез ғашық болғыш. Ол өзінің бала кезіндегі досы Джун Кёнды университетте кездестіріп, оның ағасына ғашық болады. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналға жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.